Аха, болды, қосылды, рахмет. Все жақсы. Мәтінді оқудағы негізгі проблема оқушылар мәтінді зуылдатып оқиды, бірақ мазмұнын түсінбейді. Мәтін мен мазмұны арасында байланыс жоқ. Мәтін тақырыбының мазмұнды ашудағы рөлі өте маңызды. Тақырып дұрыс таңдалған жағдайда мәтіннің барлық бөлігі біртұтас және логикалық түрде байланысады. Әрбір бөлім тақырыптың негізгі идеясын ашуға қызмет етеді. Мазмұн тақырыпты жан-жақты түсінуге мүмкіндік береді. Жетістіктер мен олардың адам өміріне ықпалы туралы мәліметтер ұсынылады. Осы проблеманы шешу жолы белсенді оқу. Оның ішінде мен өз сабақтарымда кинолента әдісін қолданамын. Егер тақырып мазмұнды дұрыс ашпаса, онда оқырман үшін мәтіннің мәні және маңызы түсініксіз болуы мүмкін. Мәтін тақырыбы мен мазмұнның байланысы бұл мәтінді дұрыс түсіну мен талдаудың негізі. Әрбір мәтін өзінің тақырыбы арқылы оқырманға негізгі ойды, мәселені немесе идеяны жеткізуге бағытталған. Тақырып мәтін мазмұнын қысқаша әрі дәл білдіретін нышан болып табылады. Негізгі идеяны көрсету бұл тақырып мәтіннің мақсатын білдіреді. Содан соң оқырманға қысқаша ақпарат беру, яғни оқырманға не туралы оқитынын хабарлайды. Егер тақырып жақсы болса, онда оқырманды қызықтырады және назарын аудартады. Қазақ тілі сабағында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру үшін бірқатар тиімді әдістер мен тәсілдерді мен қолданамын. Сыни оқу бұл, яғни мәтіндерді терең талдау, автордың мақсатын түсіну. Одан басқа оқудың түрлерін қолдану, яғни дыбыстап оқу, үнсіз оқу, шығармашылық оқу, рөлге бөліп оқу. Сабақта оқудың әртүрлі стратегияларын қолдану, бұл оқуға дейінгі тапсырмалар, оқудан кейінгі тапсырмаларды беру, дыбыстап оқу, оқушыларды мәтінді дыбыстап оқиды, үнсіз оқу, оқушыларды мәтінді үнсіз оқиды. Бұл оқушылардың оқу жылдамдықтарын арттыруға көмектеседі. Рөлге бөліп оқу, мәтінде рөлге бөліп оқиды. Бұнда мәтінді терең түсінуге және оқу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Мәтінді түсінуді оқыту бұл мынандай жұмыстардан тұрады. Мәтінді оқу арқылы оқушылардың сөздік қорын кеңейту, жаңа сөздердің мағынасын анықтау, яғни сөздіктермен жұмыс істеу арқылы баланың лексикалық қорын кеңейтеді. Бұдан кейін мәтіннің негізгі идеясын анықтау, ол қысқаша қорытындылау арқылы оқушылардың мәтінді түсіну қабілеттерін арттырады. Соңында мәтіндегі фрагменттерге бөлу, яғни фрагменттердің мағынасын түсіну, олардың арасындағы байланысты талдау арқылы мәтінді тереңірек түсінуге береді. Мына қазір мен өзімнің қазақ тілі әдебиеттік оқу сабақтарында сыни оқу технологиясының кинолента әдісін балалармен қалай қолданатынын көрсетемін. Назарларыңызды аударыңыздар. Кинолента әдісінің мәні мен ерекшелігі. Әдіс оқиғаларды кезең-кезеңімен кадрлармен талдауға негізделеді. Көрнекілік пен жүйелік принциптері бойынша жүзеге асады. Қазақ тілі сабақтарында қолдану, оқушыларды мәтінді мағыналық бөліктерге бөліп, әр бөлікті кадр ретінде суреттеп сипаттайды. Сөйлем құрылымын талдау, жаңа сөздерді меңгерту, тілдік дағдыларды дамыту, диалог, монолог құруға үйретеді. Қазақ әдебиеті сабақтарында қолдану, әңгімені немесе ертегіні бөлімдерге бөліп, әр бөлімді сурет немесе сызба арқылы бейнелейді. Кейіпкерлердің әрекеттерін, оқиғалардың дамуын кезең-кезеңмен сипаттайды. Оқушылар өз ойларын кадрларды толықтырып, сюжетті өзгерте алады. Оқушылардың сөйлеу дағдылары жақсарады, шығармашылық қабілеттері артады, мәтіннің мазмұнын толық түсінеді, мәтін мен тақырыбын мазмұнын байланыстырады. Қазақ тілі сабағында оқушыларға мәтінді мағыналық бөліктерге бөліп, әр бөлікті сурет арқылы сипаттау тапсырылады. Сөйлемдерді ретіне орналасып, оқиғаның даму желісін сақтауға дағдыландырады.
Кейіпкерлердің іс-әрекеттерін сипаттау арқылы сөйлеу мәдениетін жетілдіреді. Әдебиеттік оқу сабақтарында оқушылар оқыған шығармаларын бірнеше кадрға бөліп, әр кадрды суреттеп немесе сызба арқылы бейнелейді. Кейіпкерлердің диалогтарын құрастырады, өз ойларын оқиғаны жалғастырып, шығармашылық жұмыспен жасап, оны аяқтайды. Мысалы, бүгінгі тақырып таза бұлақ мәтінін алсақ, бұл мәтінде оқушылар оқиғаның негізгі кезеңдерін анықтайды. Әр кезеңде кадр ретінде қағазға салып, немесе оны сипаттайды. Кейіпкерлердің сөзін диалог ретінде қарастырады. Әр топ өз кинолентасымен таныстырады. Күндіз Жолдыбайына дауысы жоғалып кетті. Қазір болады. Да балалардың жұмыстарын. Дауысын қосыңыздаршы, кішкене қаттырақ естілмей жатыр дауысы. Бұлақтай болды жазып кетпейді. Суда бірінші жолаушы айтады. Мен бұның мазмұны білемін. Бұл бұлақ күні түні тынбай ағады. Сол үшін де осы сияқты күні түні тынбай ерінбей жұмыс жасау керек. Бұл алып бара жатқанда небір кішкентай бұлақтар оған қосылады. Олар бір жерге барып үлкен өзенге айналады. Сонда екінші жолаушы басын шайқап, жоқ, сіздің ойыңыздан басқа менің де ойым бар дейді. Бұл өте мөлдір, шыныдай таза су дейді. Бұл адамдар бір-біріне дәл осы судай жақсылық жасау керек дейді. Үшіншісі не айтарын білмей тұрып тұр. Екеуі сонда сұрайды. Сенің қандай ойың бар дейді. Үшінші жас жігіт айтады. Бұл мөлдір таза бұлақ. Егер де бұған лай, топырақ, қомлалтса, бұған адам түгілі хайуан да жоламайтын еді. Біз осы мөлдір бұлақта күн түссе күннің сәулесін, жапырақ түссе жапырақтың сәулесін көреміз дейді. Біз топпен бұл мәтінді кинолента әдісімен жасадық. Бұл мәтіннің авторы Ыбырай Алтынсарин. Біз бұл мәтіннің атын басқаша қойдық, мөлдір бұлақ деп. Біз бірінші топтың тақырыбы мен мазмұнына келісеміз. Біз кинолента әдісін қазақ тілі әдебиеттік оқу пәніне қолданамыз. Бізге кинолента әдісі өте қызықты. Біз осы әдіс арқылы бүкіл мәтіннің тақырыбын тез білеміз. Және мазмұнын тез ұғынып аламыз. Біз осы әдіс арқылы осы ертегінің мәтіннің ішіндегі сияқты кейіпкері сияқты сезінеміз. Біз осы мәтін туралы тақырыбына байланысты суреттерді саламыз. Біз осы әдіс арқылы мәтінді түсінеміз. Біздің мұғалім осы әдісті сабақ қызық болу үшін әрдайым қолданады. Бүгін біз осы әдіс арқылы мәтіннің тақырыбын тез игердік. Мәтіннің тақырыбымен және оның мазмұны арасындағы байланыс бұл ең алдымен оқушылардың бір-бірімен пікір алмасуы. Мәтін туралы өз пікірлерін айту
талқылауға қатысу арқылы оқушылардың өз ойларын қабілетін білдіруге өз ойларын қабілеттерін білдіруін арттырады. Сонымен қатар балалар сабақта эссе жазады. Яғни мәтін арқылы өз ойларын жазу дағдыларын дамытады. Осы жұмыстардан кейін мәтін негізінде шығармашылық жобалар жасау оқушылардың өз ойларын көрнекі түрде білдіруге мүмкіндік береді. Қорыта айтқанда, егер мәтіннің мазмұны оның тақырыбымен тікелей байланысты болып, оны толық ашып тұрса, онда тақырып сәтті таңдалған. Ал егер мазмұн мен тақырып арасында сәйкессіздік болса, тақырыпты нақтылау немесе мазмұнды өзгерту қажет болуы мүмкін. Тақырып пен мазмұн арасындағы байланыс мәтіннің мазмұнды әрі толық түсінуіне көмектеседі. Тақырып мәтіннің басты мәселесі қысқаша әрі дәл көрсетеді, ал мазмұн бұл мәселенің кеңейтілгенін түсінігін береді. Тақырып пен мазмұнның бір-бірімен үйлесуі мәтіннің мағынасын терең түсінуге мүмкіндік береді. Тақырып мәтіннің жүрегі, оның басты ойы мен мақсатын анықтайтын кілт болып табылады. Ал мазмұн болса, сол тақырыпты толық ашып, тереңінен түсіндіруге арналған ойлар мен ақпараттардың жиынтығы. Бұл екі элемент бір-бірімен толықтырып, мәтіннің мақсатқа сай құрылуына негіз болады. Мәтіннің тақырыбымен өзара байланысуы оқырманға немесе тыңдаушыға мәтіннің басты идеясын жеткізуде маңызды рөл атқарады. Тақырып мәтіннің мазмұны мен құрылымды арасында тығыз байланыста болуы әрбір мәтіннің маңыздылығы мен құндылығын арттырады. Рахмет тыңдағандарыңызға. Құндыз Жолдыбаевна, көптен көп рахмет. Енді осы жерде залда бүгінгі шеберлік сыныптың тақырыбына байланысты ұсынылған идеясы, стратегияларына байланысты сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады микрофонды қойып. Бүгінгі күнде ең басты оқушылардың оқу сауаттылық дағдысын дамыту дегеніміздің өзі, шынымен де бұл оқыған мәтінін түсініп, ұғынып, оны қолдана алу қабілеті. Яғни, айтқандай мәтіннің мазмұнында, мәтіннің тақырыбында, ақпаратты іздеп, тауып, ондағы ақпараттарды біріктіріп, интерпретация жасай отырып, бағалау деңгейінде, яғни мынау жоғарғы пайымдау деңгейіндегі дағдыны қалыптастыру үшін осындай жүйелі тапсырмалар, әдіс, тәсіл, стратегиялар тиімдірек. Әріптесімізге қоятын қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Мен мына жерде кімді? Келесі әріптесіміз. Сұрақ бар ма? Чатқа сұрақ жазылғандар бар ма екен? Так,